Баршаңызға сәлем. Бүгін хачапури жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші жылы суға ашытқы, шекер және тұз қосып араластырамыз. Сосын ұн қосып қамыр илеп аламыз. Қолға жабыспайтын қамыр шығады. Оны 4 бірдей бөлікке бөліп, бетін сулы марлямен жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Сырды үкіштен өткіземіз. Пергамент қағазына аздап ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Шетіне сыр салып, видеодағыдай қамырдың шетін жапсырамыз. Жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. Сосын ортасына да сыр саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Сосын сырдың ортасын ашып, бір жұмыртқа саламыз. Пешке тағы да 10 минутқа саламыз. Хачапурийіміз дайын. Жұмыртқасы осылай аздап шикілеу болуы керек. Өте тойымды, ыстықта жесеңіздер керемет болады. Осы рецептіме жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.